Ассалаумағалейкум бауырлар. Мына қойдың құйрық майының емдік қасиетін арттыратын екі түрлі май жасаймыз қазір. Суық тигенге қарсы қарап отырыңыздар. Құйрық майды ұсақтап мелкий қылып турап аламыз, чтобы майын шығару үшін жақсылап. Майды мынандай майда турап шығарып, сосын мына острый перец чилиді, чеснок екеусін осылай майдалап дайындап қоясыз. Қазір шығарып болғаннан кейін майымыз еріп, шұжық болып жатыр. Майдың шұжығын жеке шығарып аламыз. Тек қана май қалу керек. Бүйтіп сеткімен ақырын тазалап аламыз. Бізде қазақтар осылай осы майды қатқаннан кейін уже кішкене ертіп пайдаланып атамыз ғой. Соны енді одан күшейтеміз қазір. Кішкентай балаларға осындай майда жарайды, обычный өздеріңіз жасап жүргендей. Міне май тазаланды. Енді бұны қайнатып тұрамыз да. Міне чеснокты қосып жатырмыз. Қайнап тұрған. Осылай 7-8 чеснокты майдалап турап, осы майды шыжғырып алғаннан кейін шыжығын алып тастап, өзіңіз көргендегідей өстіп чеснок салып біраз ұстау керек. Газды өшіріп қойып, осылай бір 5-10 минуттай чеснок осының ішінде тұру керек. Сосын чеснокты сеткімен шығарып аламыз. Чеснокты да міне кішкене сарғайғанға дейін тұрады. Сосын шығарамыз. Болды, майымыз дайын. Міне дайын болған майды мынандай осындай ыңғайлы ыдысқа құйып қоясыз. Мына плавленый сырдың кішкентай стаканы өте ыңғайлы. Болды, міне май дайын. Бұл бірінші май, енді екінші май. Чесноктан қалған майға мынандай чили бұрышын саламыз. Ашы бұрышты. Бұны да жаңағы чеснокты қуырғандай қуырып біраз 10 минуттай. Сосын бұны да соғырып аламыз. Міне бұны жақсылап шыжғырып осылай аламыз. Чесноктан қанша, мынау бұрыштан қанша деген сұрақ туылуы мүмкін. Өзіңіз көзге қарап саласыз ғой, өлшеп, көзге өлшеп. Оны егер өте ашты қылғыңыз келсе, қызыл бұрышты көбірек саласыз, чилиді. Ана ішінде семенасы бірге жүре берсін. Ол семенасы одан ашты қылады. Олет шығарып, сүзіп аламыз. Міне, острый перец құйған майымыз да дайын болды. Бұрышты қосқан май қыздырады. Қыздырады, емдейді. Мұны обычный май. Екеуі екі түрлі болды. Көрдіңіз бе? Мына құйрық майды етпен бірге қосып пісіремін. Әркім әр түрлі жасайды екен. Маған бұлай ыңғайлы. Осыны пісіріп алғаннан кейін, кішкене салқындағаннан кейін өстіп квадрат кесіп, сосын мынау өткенде сіздерге көрсеткенмін, лазджан деген ашты приправа. Бұның ішінде чеснок бар, ашты бұрыш бар, полуострый бұрыш бар. Маймен араластырып жасағанымды көрсеткем, алдыңғы видеодан қарасаңыз болады. Мынау енді ең дұрыс түрі, осылай пайдалы түрі. Алдыңғы видеодан қараңыз. Енді осыны мынау құйрық май турап алып, міне бір қасық жетеді. Осымен жақсылап құйрық майды араластырып қойып қойсаңыз, өте дәмді болады. Өте дәмді. Енді мынау кейбір әсіресе қыз балалар май жемеймін деп қашады ғой майдан. Қазір жастар да, ұлдар да сөйтетін болды. Ол дұрыс емес, ол қателік. Май бізге керек. Именно мына құйрық майдың ішінде холестерині жоқ. Бұл өте пайдалы нәрсе. Біздің жаңағы өмір бойы осы қазақтар осыны пайдаланып, дәрі ретінде пайдаланып, тамақ ретінде өте жақсы, пайдасы өте зор. Сол үшін бұдан біз деген бас тартқанымыз дұрыс болмайды. Әрдайым жеп жүру керек осы құйрық майды. Енді кейбір кісілер коптить етіп жейді екен. Коптить еткен любой копченый тамақ зиян болып келеді. Сол үшін оны коптить ету артық болады деп ойлаймын.
себебі копченый нәрселер өте зиян денсаулыққа. Иә, дәмді болады, әдемі болады, бірақ ол осындай өзі де пайдалы, дәмді, жаңағы емдік қасиеттері мол нәрсені оны кәптит етіп бұзудың қажеті жоқ ау деймін. Енді кішкене тұздап қоюға болады, бірақ та мен осылай жеймін. Мен мына мысалы борщқа пісіріп, кішкене де борщпен қосып, сөнекейімде шығарып алып, қазір мына лаз жанды қосып, бітті. Осылай нанмен қосып жей бересіздер. Бісміллә, бұлай да өте керемет. Бісміллә рахман-рахим. Ал, ас болсын. Сау саламат болыңыздар.